жақсы, Камила, бүгін сынып түгел ма? Я сыныптар балалар. Жақсы, отырамыз. Ал енді балалар бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын ең бірінші үй тапсырмасын қайталап алайық. Ол үшін қар кесегі ойыны ойнаймыз. Қар кесегі ойынын сендерге таныс білесіңдер, иә? Қазір бір сұрақ жазамыз өткен тақырыпта. Барлығымыз бір сұрақ жазамыз. Содан кейін бірінші топ, екінші топқа, екінші топ, үшінші топқа, үшінші топ, бірінші топқа өзіміздің жазған сұрақтарымызды кесек қылып лақтырамыз. Ал кеттік, бастадық. Сұрағымызды жазамыз. Бір сұрақ жазсаңдар жеткілікті балалар. Жақсы. Жақсы. Аяқтап қалды ма? Иә. Кеттік, 1, 2, 3. Барлығымыз аяқтаса тоқтаймыз. Сұрақтарымызды кесекке айналдырамыз да лақтырамыз. Ал кеттік, бірінші топ, екінші топқа. Екінші топ, үшінші топқа сұрақтарымызды лақтырамыз. Тез сұрақтарды аламыз да ашып оқимыз. Димаш, бастайды. Қазақстандағы экологиялық мәселелерге Каспийде инфрақұрылымның құрылуы, Арал теңізінің тартылуы жатады. Жақсы. Келесі, Фархат. Табиғатты қорғауды қалай түсінесіз? Табиғаттың өзгерісі, реттеуі, табиғаттың сақталуы ашылады. Жақсы. Келесі, Олжас. Табиғатты қорғау дегеніміз қалай түсінесің? Табиғатты қорғау дегеніміз табиғи ресурстардың алдын алу және табиғаттағы қоқыстар тастамау. Жақсы. Нұртілек. Табиғат қорғау дегеніміз не? Табиғат қорғау дегеніміз бұл қоғам талабына сай табиғат өзгерісін реттеу. Жақсы, отырамын. Келесі топ бастаймыз. Яра бастайды. Жақсы балалар. Қазір жұмыстан тарап отырмыз. Экологиялық мәселелер. Мысалы, кәсіпкерлердің итбалықтан жататынуы және аралықтың өзінің жаһандық тартылуы. Өте жақсы. Келесі Фархат. Алғашқы экологиялық дағдарыс пен апаттарға қарсылық қоршаған орта туралы заң қай жылы қабылданды? 1997 жыл. Жақсы. Келесі Тутан. Антропогендік ландшафт түрлерін атады. Антропогендік ландшафт түрлері аз өзгерген, шара өзгерген және қатты өзгерген көрінеді. Жақсы. Қазақстан Республикасының аумағында қанша миллиардтан астам өндіріс және тұтыну қалдықтары жиналған. Қазақстан Республикасының аумағында 20 миллиардтан астам қалдықтары жиналған. Өте жақсы. Келесі бастай береміз. Ал кеттік. Үлбі комбинаты маңында қанша тоннаға жуық уранмен зақымдалған қалдық жиналған? 100 мың тоннаға жуық қалдық жиналған. Жақсы. Қазақстанның күрделі экологиялық мәселелерінің бірін атап, су ресурстарының сарқылуы. Жақсы. Ал Камила. Антропогендік ландшафт дегеніміз не? Антропогендік ландшафт дегеніміз шаруашылық әрекетінің нәтижесінде өзгертілген табиғи кешен. Жақсы. Мадина. Антропогендік ландшафт түрлерін атап, антропогендік ландшафттар аз өзгерген, шынара өзгерген, қатты өзгерген болады. Жақсы. Ақбота. Жақсы жарайды. Болды, жақсы балалар. Үй тапсырмасын қайталап алды. Үй тапсырмасына барлықтарын жақсы дайындалып келсіңдер, жарайсыңдар. Ал балалар енді қазір топқа бөлініп алайық. Ол үшін маған ең бірінші топ басшылары шығып, өздеріне команда жиналуға қажет. Бізде топ басшылар Күнай, Камила, Сұлтан үшеуміз шығып, мына жерде бір түсті таңдап алайық. Бір түсті есіктерді таңдап аламыз. Алдарында есіктер тұр. Жақсы. Сұлтан сарыны таңдаймыз, иә? Енді Күнай, өзімізге команда жинаймыз. Бірінші, қай баланың өзін командаға аласың? Енді асыл сақтап алың. Жақсы. Сұлтан? Мен бейбарысты. Камила? Мен Таран алам. Келесі. Мен Жасаян алам. Дұртбекті алам. Жақсы. Ақмар алам. Жақсы. Сұлтан. Жақсы. Олжасты алам. Камила Ақботан алам. Болды па? Барлығы алынды ма? Жақсы. Олай болса, бұлай жасаймыз. Ал Сұлтан кім қалып қалды? Мадина. Мадина сен тобыңа болады, иә? Жақсы. Ал енді бұлай жасаймыз, балалар. Мынау есік, осы есікті ашайық. Есіктің ішінде не бар екен? Есікті ашып қарайық. Оқушыларға қаратамыз. Оқушыларға қаратамыз. Қандай суретті көріп тұрмыз? Күнайдың қолында қандай сурет бар? Жақсы, Камила. Робототехника. Келесі Сұлтанға? Бұл машинасы. Ал енді осыған қарай отырып, біз бүгінгі тақырып қалай деп ойлаймыз? Технология. Жақсы. Бүгінгі тақырыбымыз балалар бізде
стилі екен? Ғылыми техникалық революция. Жақсы балалар, отырамыз қазір жаңа айтқан бойынша. Қызыл топтар, бірінші қатарға, сары топтар ортаға, жасыл топтар қатарға келіп отыра аламыз. Жақсы, отырып алайық. Енді бері қараймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты, бірінші оқу мақсаты ғылыми-техникалық революция үдерісінің даму бағыттарын талдайды. Сабақ мақсаты ғылыми-техникалық революция ұғымына анықтама беріп, процесті сипаттай алады және ғылыми-техникалық революцияның даму бағыттарын біледі, түсіндіре алады. Осы мақсатқа біз балалар сабақтың соңында толықтай жете алуымыз керек. Ары қарай енді ғылыми-техникалық революция дегеніміз не? Ғылыми-техникалық революция дегеніміз белгілі бір уақыт аралығында дамудың жаңа сатысына көтерілуге себепші болған сапалы өзгерістердің несекен жедел қарқынды. Иә, жақсы. Енді балалар қараймыз. Ғылыми-техникалық революцияның бізде басты белгілері және құрамдас бөліктері, негізгі бағыттарын көріп отырмыз. Яғни осындай бізде басты белгілердің әмбебаптылық, ауқымдылық және ғылыми-техникалық өзгерістердің даму жылдамдығы, еңбек ресурстарының интеллектуал дамуы, әскери-техникалық революция. Бұл несекен бізде басты белгілері. Құрамдас бөліктері бізде ғылым, техника және технология, өндіріс және басқарудан құралады екен. Ал негізгі бағыттары қандай екен? Электрондандыру, кешенді автоматтандыру, энергетикалық шаруашылықты қайта құру, жаңа материалдарды өндіру, биотехнологияның қарқынды дамуы, ғарыштандыру. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Енді бізде негізгі даму бағыттарын жаңа айтып кеттік. Электрландыру, кешенді автоматтандыру, энергетикалық шаруашылықты қайта құру, жаңа материалдарды өндіру, биотехнологияның қарқынды несекен дамуы және ғарыштандыруды жатқызуымызға болады. Енді біз бүгінгі сабағымызда жаңа ғылыми-техникалық революция деп отырмыз. Осы тақырыпты жаңа түсіндіріп өту барысында көріп отырғанымыздай, бізде бұл революция, яғни ғылыми-техниканың дамыған елдері қандай елдер? Бізде Япония, Ресей, Америка құрама штаттары, Германия, Франция алдағы қатардағы мемлекеттер болып табылады. Яғни бұл мемлекеттердің орналасуын біз мынау Google картадан көруімізге болады екен, қай жерде орналасқандарын. Сонымен қатар бізде Японияны ашып қарайтын болсақ, яғни Японияда не дамыған? Робототехника өте жақсы дамыған. Яғни мына жерде мәліметтерді қарап көруімізге де болады екен. Сонымен қатар Ресейді қарайтын болсақ, Ресейде не жақсы дамыған екен? Ресейде әскери күштер. Жақсы. Келесі Америка құрама штаттарына қарайтын болсақ, бізде Америка құрама штаттарында не дамыған? Электр есептеуіш машиналары деп айтсақ та болады. Одан кейін Германияға қарайтын болсақ, Германияда бізде не жақсы дамыған? Шаруашылыққа арналған көліктер. Францияға қарайтын болсақ, бізде Францияда не жақсы дамыған екен? Энергетикалық шаруашылықты қайта құру және биотехнология саласы деп айтуымызға болады екен. Жақсы. Бұл тақырып сендерге түсінікті болды, ашылды деп ойлаймыз. Енді ары осы тақырып бойынша не істейміз? Тапсырма орындауға көшеміз. Балалар, бәріміз қолымызға телефон алайық. Телефонды аламыз да Google Chrome'ға Сократив деп жазамыз. Google Chrome'ға Сократив деп жазып алайық. Содан кейін Сократив Chrome деген жаңағы қатарды ашамыз. Ең бірінші ашылған. Осының ішіне кіреміз. Және де кіргеннен кейін тегін тіркелуді басамыз да логин деген жерге басамыз. Логин деген жерден сендерде room name, яғни бөлменің атауын сұрайды. Бөлменің атауына біз Ильясова деп жазамыз. Және де өздерінің ат жөндерін жазу арқылы біз кіреміз. Кірдік па балалар? Ал балалар шарты түсінікті болса, бәріміз кірдік қоя. Енді мынау бойынша топтарды бөліп алайық. Бірінші блю тобы қайсысы болады? Келесі магента тобы. Жақсы, келесі лайт тобы сіздер боласыздар. Қазір сіздердің жауаптарыңыз бойынша мына ракетаны көрсетіп отырады. Ал бастадық, кеттік. Жақсы. Бізде блю топ пен магента тобы қатар келеді.
Жақсы. Лайық тобы, мына жай қалып отырмыз, тездетеміз. Жақсы, қуып жетейінде қалды. Магента тобы жарайсыңдар, алға шықты. Аяқтадық, я, магента жарайсыңдар, өте жақсы. Лайық тобы мен блю тобы тең түсіп тұрмыз, ал енді қайсысын қосар екенсіңдер. Жақсы. Блю тобы алға шықты. Лайық тобы. Жақсы. Блю тобы бізде. Не істедік? Соңғы сұраққа біз жауап бере алмай қалдық па не? Жақсы. Жақсы балалар. Аяқтадық қой, барлығымыз. Жақсы, олай болса бізде жеңіске жеткен топ ол магента тобы. Екінші орын бізде блю тобы, үшінші орын лайық тобы. Жарайсыздар балалар, өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Енді балалар, мен сендердің келесі тапсырмамызға көше берейік, иә? Келесі тапсырма бізде тамаша идеялар әдісі. Тамаша идеялар әдісі дегеніміз, қазір мен сендердің алдарыңа мынандай мәтіндер беремін. Осы мәтіндер бойынша біз өзіңе ұнаған үш жаңа болған нәрсені жазасыңдар. Бұл дәптермен жұмыс, дәптеріңізге жазамыз, иә? Содан кейін назарыңызды аударған бір нәрсені жазасыңдар және сізде мағынасына күмән туған, яғни таныс емес 4 сөзді жазып аласыңдар. Жақсы, мәтіндерімді беремін. Бірінші мәтінмен бақылап танысып аламыз. Осы жұмыс жасау барысында дескрипторды қарауды ұмытпаңдар. Біздің дескриптор бойынша ғылыми-техникалық эволюцияны сипаттайды, ғылыми-техникалық эволюцияны сипаттайды және ғылыми-техникалық прогресті сипаттайды. Жақсы, жұмысымызды жалғастырамыз. Алдарыңызға мәтін бойынша. Бұл 16-18 ғасырдағы мануфактуралық өндірістен ғылыми-теориялық және технологиялық қызметтер өзара жақындасып, соғысқа түскен кезден бастау алады. Соғысқа өткенде басқа көшелерді ескердіңіз. Адамның тұрмысқа дейін барлық адамзат өркениетінің бірінші даму нәтижесінде бірдей ғылым мен техниканың өзара байланысты дамыту, ғылым мен техникалық прогрестің дамуының негізгі көзі. Ал балалар дайын болып па? Дайын болған топ белгілейікші, қай топ дайын болды? Жақсы, бастаймыз. Қалған топ тыңдап отырып бағалаймыз. Мен үш жаңа нәрсе. Біріншісі ғылым мен өндірістің интеграциялық қатынасы, екіншісі экономиканың құрылымдық өзгеріске ұшырауы, үшіншісі экономикалық өсу-өрбудің факторларының қайнар көздері. Жақсы. Менің назарымды аударған бір нәрсе қазіргі заман ғылыми-техникалық немесе технологиялық революция заманының екендігі. Мағынасына күмән туғызған сөздер мануфактуралық өндіріс, интеграциялық тәжірибе, эволюция, капитализм. Жақсы, өте жақсы. Бағалап жөнейік. Өте жақсы. Ал келесі топ бізде. Сұлтан, сарылақ тобы дайынсыз ба? Кім айтады? Жақсы. Ал Мадина айтады. Бұл жерде мен үшін жаңа үш нәрсе: нарықтық қатынас, техниканың үздіксіз даму процесі және БТП, яғни ғылыми-техникалық прогресс. Жақсы. Бұл жерде мағынасына күмән тудырған төрт сөз: еңбек объектілері, техникалық революция, өндірістік шығын, нарықтық экономика. Өте жақсы. Және де назар аудартқан мәселе ғылыми-техникалық прогресс, өнеркәсіптік өндірістік даму мен интенсификация сында шешуші рөл атқарады. Жақсы, жарайсың. Келесі топты бағалап жіберейікші. Жақсы. Үшінші топ. Біз үшін жаңа нәрсе ол механизациялау, ғылыми-техникалық эволюция және назар аудартқан бір сөз микропроцессор. Ал мағынасына қарай күмән тудырған сөздер кешенді автоматтандыру, электрлендіру, ғарыштану және эволюциялық жол. Жақсы, өте жақсы. Бағалаймыз. Жақсы. Енді мен қазір сендердің осы жауап берген оқушылар бойынша бағалап жіберейін. Бізде Жансая, Ақмарал, және де кім жауап берді? Мадина. Яғни осы оқушыларды мен мынау бағалау пирамидасы бойынша
бағалап шығамын. Бізде Мадина жақсы, Жансая кішкене тағы да еңбектене ғой, Ақмарал жақсы. Ал енді ары қарай кетеміз балалар. Біздің келесі тапсырмамыз бізде енді осы бүгінгі сабағымызды қорытындылау тапсырмасы болады. Бұл тапсырма бізде свод талдау тапсырмасы. Свод талдауды жақсы білеміз, балалар. Свод талдауда біз күшті жақтарын, әлсіз жақтарын, мүмкіндіктерін және қауіп қатерлерін жазып шығамыз. Яғни біздің бүгінгі тақырыбымыз бойынша. Енді қазір мен сендердің алдарыңа препараттарымды тарқап беремін. Қазір осыған свод талдауымызды сызып, жазып, сосын тақтаға шығып қорғаймыз. Ал балалар, аяқтаған топтар бармады ше? Аяқтаған топтар белгі береміз. Жақсы, бірінші топ аяқтапты. Онда бірінші топ тақта ашылып іле берейік, жұмысымызды қорғаймыз. Қалған екі топ. Бірінші топтың жұмысын тыңдап, от шашумен бағалаймыз. Бастайды. Бұл жерде біздің постерда ғылыми техникалық революциядан 4 жағы берілген: күшті жақтары, әлсіз жақтары, мүмкіндіктері және қауіп қатерлері. Мен күшті жақтарын айтып өтетін болсам, ғылыми техникалық революцияның бізге жұмыс өнімділігінің артуына ықпал етеді және ғылыми техниканың дамуы, интернет желісінің қолжетімділігі, сонымен қатар робототехниканың дамуы осы күшті жақтар болып табылады. Келесі қартқа беріңіз. Әлсіз жақтары әлі де өзімізде техникалық революцияның толыққанды дамымауы, IT мамандарының жетіспеушілігі, Байқоңыр ғарыш айлағының басқа мемлекетке жалға беруі, жалпы техникалардың өзімізде өндірілмеуі. Өте жақсы. Келесісін мен нотация. Бұл жетістіктері дамыған 30 елдің қатарына кіруге мүмкіндік береді. Болашақта техниканы өндіруі мүмкін. Еуропа елдеріндегідей Азия елдерінде қарқынды дами алады. Қауіп қатер адамдардың технологияларға уақыт өткен сайын тәуелді болып қалуы, әртүрлі салалары бойынша түрлі ауруларға душар болу. Жақсы, өте жақсы. Бағалап жібереміз. Жақсы. Отырамыз. Келесі топ. Келіңдер. Тез шығамыз да жұмысымызды ілеміз. Ғылыми-техникалық революцияның жақсы жақтары: цифрлық даму, еліміздің дамыған елдер қатарына енуі, кешенді автоматтандыру, ғарыштандыру. Әлсіз жақтар: елімізде телефондар шығарылмайды, елімізде ғарыш айлағы болғанымен өзіміз ғарышқа ұша алмаймыз, және де автокөліктер шығарылмайды. Жақсы. Ғылыми-техникалық революцияның мүмкіндіктері: дамыған 30 елге кіру, халықты цифрлық сауаттандыру, техникалар шығару, ғарышты толық зерттеу. Өте жақсы. Келесі. Қауіп қатерлері: атом электростанцияларының Қазақстанда орын алуы. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Бағалап жіберейік. Жақсы. Отырамыз орнымызда. Келесі топ сізде жақындар тобы шығамыз. Жұмысымызды қорғай жіберейік. Бастайды. Бұл жерде ғылыми-техникалық революцияның күшті жақтарын айта кететін болсақ, олар медицинадағы техникалардың қарқынды өркендеуі, робототехниканың қарқынды дамуы, халықтың цифрлық сауаттылығының жақсы дамуы. Жақсы. Келесі әлсіз жақтарын айтады. Мен әлсіз жақтарын айтып кететін болсам, технологияның жетіспеуі, жақсы мамандардың жетілмеуі. Жақсы. Келесі. Мен мүмкіндіктердің арағы. Технологияның жақсы дамуы адам өмірін жеңілдетеді, болашақта жаңа энергия көздерін алып ғарышқа ұшуға мүмкіндік береді. Өте жақсы. Қауіп қатерлері: қауіпті аурулардың көбеюі және де халықтың орта жасының төмендеуі. Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Бағалап жіберейік. Жақсы. Отырамыз орнымызға. Жарайсыңдар балалар. Тапсырмаларды өте жақсы жоғары деңгейде орындап шықтыңдар. Сол үшін сендерге менде бағалау жолдашалары берілді. Ал енді балалар, біз бүгінгі сабағымызға рефлексия береді. Бүгінгі сабаққа рефлексия беру үшін біз бутерброд әдісін қолданамыз. Бутерброд
әдісінде бізде бір мадақтау, бір ұсыныс және мадақтау айтылуы керек. Қазір тез әр топ ойласа аламыз да, топтың ішінен бір мүшені сайлаймыз да, рефлексия беріп жібереміз. Иә? Жақсы, ойластыра алайық. Ойласып алсақ, дайын болған топ белгілерімізді бастай береміз. Дайын болған топтар бар ма? Жақсы, ал бастай береміз. Біздің топтан мен осы рефлексия бергім келіп тұр. Бірінші мадақтауды айтатын болсақ, бүгінгі осы сабақта жалпы осы сынып мүшелері оқушылар өте жақсы деңгейде белсенді болды. Біз үшін сабақ тақырып қызықты өтті және әрі түсінікті болды. Ал біздің бір ұсынысымыз тапсырмалардың барлығы әрине қызықты болды, бірақ бізге жетпей қалған сияқты тағы да осындай қызықты тапсырмаларды және келесі мадақта бізге осы келесі үшінші және соңғы үшінші тапсырма ұнады. Күшті жақтарын, әлсіз жақтарын тапқан бізге қызықтырақ болды. Жақсы. Рахмет. Келесі топ. Дайынсыз ба? Ал дайын топтар айта беріңіз. Ең бірінші мадақтауға рефлексиялық келетін болса, сабақ шынымен өте қызықты, қарқынды өтті. Барлық топтар барлығы активно қатысты. Ал ұсынысқа келетін болсақ, сабақ кішкене кейбір топтарға түсініксіз болған сияқты дұрыс сөйлемеген кездер де болды. Ал соңғы мадақта ол бізге сабақ өте ерекше ауқымды түрде өтті. Сол бізге ұнады. Жақсы, рахмет. Ал үшінші топ. Бейбас айта алайық. Мен бүгінгі сабақты мадақтайтын болсам, бүгінгі ғылыми техникалар революциясы жайлы тақырып өте қызық өтті. Және оқушылар да белсенді, сабақта белсенді отырды. Жақсы. Мен ұсыныс айтамын. Бүгінгі сабақ қызықты өтті, бәрі белсене қатысты, бірақ бізге де тағы да алдыға қарай талпыныс керек. Жақсы. Өте жақсы. Рахмет балалар бүгінгі рефлексияларың үшін. Енді балалар бүгінгі сабаққа барлығын белсенді қатыстыңдар. Рахмет айтамын. Енді бүгінгі сабақта бізде Камила саған 10 балл, Нәра саған 10 балл, Ақмарал 9 балл, Ақтота жақсы 7 балл. Бізде Сарылар тобында Бейбарыс 10 балл, Олжас 9 балл, Мадина 10 балл, Сұлтан 10 балл, Нұртілек 9 балл, Күнай 10 балл, Асқар Фархат 9 балл, Сыламжан Фархат кішкене тағы да талпына мысалы қарай 7 балл, Жансая 8 балл. Осы бағаларында балалар күнделік кезектен көре аласыңдар. Енді үйге тапсырма беретін болсақ балалар, үйге тапсырма осы тақырыптың соңында кітаптарында сәйкестендіру кестесі тұр. Сол сәйкестендіру кестесін дәптеріңізге жазып түсіндіріңіз. Белгілеп алсақ, жақсы, рахмет балалар, сау болыңдар.